Жайсан ақсақал күндегісін таң сәріден малын төскейге жайып шығады. Бір күні қария үлкен жыңғылдың маңынан апанда жатқан қасқырдың бөлтіріктерін байқайды. Дереу малдың басын қайырып, ол маңынан алыстап кетеді. Осыдан кейін кейіпкеріміз қасқыр апаны маңынан мал жаймайтын болған. Күнделікті дала төсінен көрініп қалатын аналық қасқыр да бұдан кейін қарияның малына тиіспепті. Осылайша күн артынан күн өтіп, бір күні ақсақал науқастанып қалғанда, 4 түлікті түзге балалар жайып кетеді. Әкесі ескертуді ұмытып кеткен соң, балалар жаңа түлдеген қозыларды дәл апанның аузына апарған екен. Аяғымен келген тұяқты көзі шалған бөлтіріктер алқымынан алып апанға тартып кетеді. Екі қозыны көкжалдың азу тісінен арашалап қала алмаған балалар бұл жайтты ауыл ағайындарына айтып, бөлтіріктерді өлтіруге бекінеді. Алайда мұны естіген жайсан қария қасқырларды жөніне қоюға шақырып, ауылдастарына тоқтам айтады. Ақсақалдың бұл сөзіне құлақ аспағандар мылтық асынып, атқа да қонған екен. Бірақ жайсан қария қасқырдың киесі болатынын ескертіп, егер әлгі бөрілер ауылдың басқа малына тиетін болса, құнын өзі төлеп беруге уәде береді. Міне, осылайша қария қасқырды төніп тұрған қауіптен аман алып қалыпты. Шынын айту керек, әлгі күннен кейін менің 2 қозымнан басқа малға қасқырлар тиген жоқ. Арагідік апанның маңына барып бөлтіріктердің амандығын байқап жүрдім. Мұны сыртымнан аналық қасқырда бақылап жүргенін сезетінмін. Содан арада 1-7-ге жуық уақыт өткенде, сіздерге өтірік маған шын таңғажайып оқиға болды. Таңертең малды жайылымға шығарайын деп қораға барсам, шарбақтың маңында 2 қозы жатыр. Бастапқыда 2 қозыны жетектеп алып, кімнің мал екенін сұрап бүкіл ауылды аралап шықтым. Алайда менікі деген бір адам болмады. Содан қозылардың мойнының жүнін ашып, мұқият қарасам, жон желкесінде тістердің орны байқалады. Терең емес, бірақ бір жануар тістеп алып жүрген анық көрінеді. Бірден әлгі бөлтіріктер бір апта бұрын тартып кеткен қозыларым еске түсті. Іштей бұл аналық қасқырдың кешірім сұрап, 2 қозымның орнына әкеліп тастаған құны ғой деп түсініп таң қалдым. Түс ауа төбе басынан аналық қасқырда 1-2 мәрте көрініп, алғыс алдың ба дегендей жорта жөнелді. Қасқырлардың ерекше қасиеті жайлы үлкендерден де бұрын көп еститінмін. Енді міне сондай жайтты өзім де бастан кешіріп, түз тағысының қасиетіне қайран қалдым дейді қария. Шын мәнінде таңғалатын оқиға. Осы сәтте ел аузында жүрген тағы бір аңыз әңгіме еске оралып отыр. Бірде-бір малшы бөрі басар итімен жайылымда жүріп, қасқыр апанына кезігіп қалған екен. Әуелден қасқырға жау иті, қожайынның бұйрығына қарамастан, жас бөлтіріктерді талап тастапты. Бұл жағдайға қатты қамыққан малшы кешқұрым үйіне келіп, қасқырлардың киесі барын, олардың кекшіл келетінін әбден ой елегінен өткізеді. Осылайша таң ата көзілген малшы оянса, қасында жатқан баласы жоқ. Содан далаға жүгіріп шықса, есік алдында ойнап жүрген ұлының дәл қасында аналық қасқыр тұрғанын көреді. Малшы бұл бөрі кешегі бөлтіріктердің анасы екендігін бірден түсініп, енді перзентім ажалдың тырнағынан құтылмайды деп ойлайды. Сол сәтте малшы мен баласына отты жанарымен кезек-кезек қарап тұрған қасқыр кері бұрылып, орман ішіне кіріп кеткен екен. Баласын бауырына басып өксіп жылаған әке, түз тағысының баладан артық бұл өмірде ештеңе жоқ екенін және бір жолға кешірім еткенін ұғындырғанын түсініп, қасқырдың осынау қасиетіне тағзым етіпті. Мұндайда дана қазақ, адамға не істесең алдыңнан сол келеді дейді. Алайда табиғаттың жазылмаған заңдылығы бойынша көкжалдың кешірім жасағаны таңғалдырады. Тілі болмаса да тірлігімен түсіндіріп, жан-жануарлардың бойында аналық мейірімнің болатынын көрсеткен осы 2 оқиғада да қасқырдың ерекше қасиетіне қайран қаласың. Бұл әзірге бүгінгі ғылым түсіндіре алмайтын тылсым күш, жазылмаған табиғат заңдылығы.